Ассалаумағалейкум достар. Бәрі андай жан сияқты роднойлар там. Құрметті роднойлар. Кімдер сияқты браттар, Братва, туыстар қайырлы күн туыстар, қалайсыздар? деп айтамыз да, қалай бір ат қойық та? Bir at koyuyor. Ат қой керек, Ya. Қазір бүгін қызық не болады? Біз өйстіп дәл осы күйде қазір ұйқыдан тұра салып, нені ауылға бара жатырмыз. Біздің нелеріміз, саймандарымыз келген, заказ бергенбіз. Осыдан қанша бір 3 апта, 2,5 апта бұрын заказ бергенбіз. Сол заказдарымыз қазір келе жатыр. Сол заказдарды күтіп, біздің көлікте ұзақ күтіп қалды. Анау негізі бояп қойған болатын біздің көлікші сыртын бәрін. Сөйтіп бояп қойды да, заказдар анау бампер, сыртына кузовқа ілінетін заттар ғой. Сол себепті сразу сол жерде іліп, сөйтіп машинаны бірақ шығарамыз деген оймен күтіп қойған болатын. Мен запчасть табу үшін Германиядан заказ беру керек екен. Германиядан заказ берейін деп eBay-ға кіріп қалсам, атасының құнын сұрап тұр ғой, жан жақтағы запчастьтар. Ёбушки-воробушки. Қайдан тапсам болады деп, осы жақтан таппайтын ясное дело екен. 69 жылғы машина тұрмақ. Бұл жақта 90 жылғы машиналарға әрең запчастьтар табасың ғой. Сол себепті неден іздедім? Ана Ресейдің Авитосынан іздедім. Ресейдің Авитосынан іздеп жүрдім да, сосын маған бір оқырманым жазды, типа, міне Турцияда осында сенікіндей машиналардың авторазборы бар екен деп. Сосын оларға хабарласам, бағалары нормаль, кәдімгі келісуге болатын бағалар екен да, құрал саймандарынша. Бірақ алып келу, короче, содан 3 есе қымбат қой. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ал Ресейден, мысалы, мен, короче, Авитода бүйтіп тұрды, бір-екі запчастьтан дромда тұрды, сосын драйвқа, мен қайтпайтын адамын негізі. Драйвқа кірдім да, осындай машина құрған адамдардың бәріне жазып шықтым. Қайдан запчастьтар алдыңыздар, кімнен алдыңыздар деп, қай жерден таптыңыздар, кімде бар осындай жүрмей тұрған машина деп. Сосын бізде Қазақстанда да сондай сайттар бар, андай көліктің сайттар, Low-KZ Market деген сияқты. Сол жақтарға да жаздым объявление. Міне осындай көлікке мен бампер іздеймін, алдыңғы артыңғы бамперларды іздеймін, сосын шильдиктар іздеймін деп. И ол жақтан да таппадым, группаларды іздедім, сообществоларды. Осындай көліктердің сообществосы, сөйтіп Ford Taunus деген сообществоны таптым. И соның ішінде жазып қойдым объявление. Осы көлікке, короче, мен жылымды жаздым да, 69 жылғы көлікке бампер, маған не керек, соның бәрін жаздым. И ешкім ответ қайтармайды, көргенсің. Сосын асыға түсіре бастадым да, Украинада, Одессада, яғни, одан кейін Россияның бір әртүрлі жерлерінде менікіндей көліктерді сатып жатқан адамдарға жаздым. Сол, ненің ішінде, ВКонтакте сообществоның ішінде. Осындай запчасть керек еді, маған керек етсе. Бірақ біз өзімізге әрең таптық, ренжімейші деп бәрі отказ берді. Сосын астыға түсе бердім, сөйтіп бір кезде уже 2015 жылға кетіп қалдым, ойнаңыздаршы. 2015 жылға новостиларға кетіп қалдым. Ол күнде новости сауып отыратын группада, а мен 2015-ке дейін түсіп кеттім уже. Андай настойчивость деген 5 жылдай болып тұр ғой. Сөйтіп астына түсіп, тура менікіндей көліктің суретін таптым, үстіне жазып қойыпты. Мен үйімде өйстіп тұр құрдан құр деп. Может, біреуге керек шығар деген секілді. Сразу күшіне кіріп қалсам, ол 4 күн бұрын ба кірген екен ВКонтактеге. Бұл нормально дедім, екен мен драйвта 1 жыл бұрын кіргендерге де жазғам. Оқып қалған шығар деген үмітпен. Сөйтіп соған кіріп, жаздым Вячеслав деген біреу екен. Вячеслав, здравствуйте. В общем, бар орысшамды салып, осы запчастьтар керек, алсам бола ма деп. Ол тұртта көлік менікі емес, ол көлік Сергей деген біреудікі деп номерін берді, короче, российский номер. Сосын Сергейдің номеріне WhatsApp-пен звондадым прямой. Алды, жүкқан красавчик кісі екен. Алды, ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам деген жоқ қоя, салам. Сөйтіп барлығын айттым, жағдайды түсіндірдім. Ол тұртта, сен одан менен бірден көлік тасайшы деді. Қаншаға бересіз десем, 200 мың рублей деді, короче, миллионға көлік берем деді. Бірақ көлік шіріп жатыр енді анамын. Сөйттім да не іздедім. Ол Ресейдің Калуга деген жерінде тұр. Ресейдің Калуга деген қаласында тұр. Сөйттім да транспортный компанияларға хабарласып, мен әкем өзі жүк көлігін айдайды. Дальнобойщик қой. Папаға хабарласып, папа осындай көлікті әкелу керек болып отыр. Бағасы қанша десем, бағасы
балам бір 400 мыңдай болады ол жақтан Аккөлгө дейді. Ол 400 мың деген еще Москвадан бері қарай. А ол Москвадан ары қарай 300 километр жерде. 290 ба сондай. Ол Калугадан Москваға өзі алып келу керек эвакуатормен. Одан кейін Москвадан бері қарай біздің табамыз деді таныстаршы, бір 400 мыңның шамасында болады деді. Кіріп қарасаңыздар болады, ойлықсы бәрі сонда автобустар. 400 мың, ё-май, ол миллион жарымға мен деген мына жақта идеальный қыламын ол машинаны дедім. А ол құр заттар, андай шіріп тұрған заттар, мен салсам да ол әдемі болмайды да, мысалы. Логично, не правда ли? Мә дедім, сөйттім да ана кісіге хабарластым. Маған түгел машина керек емес, маған тек ішіндегі құралдар керек, мына құрал десем, ол да менімен келіспейді ғой. Если мен саған тек заттарын беретін болсам, маған көлік не болады? Ол заттарсыз, дымсыз ешкімге керек емес, тек металлолом өткіземін ғой дейді. А металлолом оны 150 мың теңгеге қабылдайды ғой дейді. Ол маған вообще невыгодно ғой дейді. Сосын әйтеуір сөйлесіп, жалынып жатып, көке, жаке, короче, көмектесіңіз енді десем, ол кісі осындай бір, тек осындай машина емес, жалпы коллекционер екен да, 5-6 машинаны жинап, даже анау гаражын ашып, ішінен маған құралдарды іздеп жатқан кезде мотоциклы бар екен, өзі енді біліп жатыр ғой. Ё-май деп шана ұмытылып кеткен ғой. Бір отбасында бір жағдай болған екен да. Сөйтіп ұмытып кеткен екен. Жалпы біздің канал өте қызық болады деген ойдам. Өйткені жоқ қой бұндай айтшы, қазақша. Не, мынандай безбашенный өйстіп, кәдімгідей ар жақтан іздеп тұрып, мынандай қайтпас қайсар азаматтар аз біздің елде. Сол үшін каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. A few moments later. Қаланың сыртына келдік мұны. Қаланың сыртына алып кетуге. Біздің заказымызды. Мен қуанып тұрмын өзім негізі. Өйткені 3 апта күту деген оңай емес. Оны іздеген кездегі қиналулар енді масқара болды. Келісу, ақшаға келісу деген тіпті масқара болды. Сөйтіп бүгін міне келіп отыр. Қазір бірер сәттерден кейін бірге көретін боламыз мына энергия деген. Реклама жасап бердік, ладно, тегін әкеп бердіңдер ғой ағайындар, рахмет. А этот, где накладной взять? Негізі Кадиллакпен жүргенше, андайша, Эскалейтпен бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман екен. Неге? Андай жақсы, короче. Көрдің ғой, не істесең, поворотинг жасаң, бәрі жол бере салады, сондай да, короче. Жаманы, бір машинаны тістетуге, мысалы, алып барасың ғой, источник. Бұны емес анау, мысалы, там Фордты деген сияқты алып барасың ғой. Сен машинаңа қарайды да, номер 777, мынада ақша бар ғой дейді да, короче. Андай заряжать етіп айтатшы бағаны, Қайдан білсін, ё-мой, тиын санап келеді қалымыз. Да, кетіп шайк. Здравствуйте. Здравствуйте. На мое имя заказ пришел. Еще раз какая? 10. Что тормозил? Тормозил ты. А это российская же, да, транспортная компания? Да. А, не казахстанская, да? Поддонның ішінде келді ғой біз Примерно. А вот это, не можешь это, чтобы я взял поодиночно, разбить? Вот же авария вот. Ешқандай нәрсе оңай емес, сімді істеп жүресің, ананы алып, мұнаны алып, өзің көтеріп, ешкім саған ештеңкені тістеп бермейді негізі бұл жақташа. Ойлайды адамдар андай, оңай, ой келді. Әкеп берді, мен есігің алдына әкеп сап берді, адам сапшы істеп жүресің өзің. Сосын тағы айта кетейін дегенім, мысалы әдемілеп, орап, әдемілеп қойып бәрін істеген ғой. Жібергенде осынша көп затты мысалы. Мен попросить еттім,
ана кісіденші, Сергейден. Сергей, менде ақша жағынан кішкене қиын болып тұр дейді, көп нәрселер алып жатырмын. Машина өз-өзін ақтамай қалуы мүмкін ертең депші. Ал ол маған уступкаға барып, түсініп мені 3-4 осындай транспортный компанияларды аралап, сөйтіп энергияда арзан болғаннан кейін энергиямен жіберді да. Вот. Сол үшін адамдармен жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді ғой. Сол кез келген адамға жағдайды түсініп, енді барлық адам бірдей емес, жаман адамдар да бар әрине. Бірақтан өйстіп түсіндіріп, жағдайды түсіндірсеңіз, адамдар сіздің положениеңізге кіріп, жақсылап өзінің тарапынан не істеп келістіріп беруге де тырысып тұрады да. Сол үшін Сергейге бір қошеметтеп қояйық десең. Рахмет. Сереж, я взял груз. 2 hours later. Мына компания қымбат компания, өте қымбат. Мен ана көп заттардың барлығына алып келген бағаға, энергия алып келген бағаға, мына компания кішкентай мынандай ғана средний консольді алып келіп жатыр, осындай ғана. Это антиреклама. Поразительно. Гениально. Ну, WhatsApp мен сохранить етпеген бұлар. 12 seconds later. Неге? Сіздерде басқаларға қарағанда қымбатырақ кішкене? Иә? Энергия деген секілді қарағандаршы. Көрдің ба? Мынандай ғана кішкене зат, жем-жеңіл қара. Ананың бағасымен бірдей келді, бағанан бері тасыған бағасын. Міне Брянсктан келді. Брянск, көрдің ба? И Нұр-Сұлтанға біздің. Мына ортада консоль ғой, міне скорость тұратын бүйтіп. Оп, былай ғой. Потом шыққанда, мен бәрін квартиргені шіргендер алып тұр, платит еткен ғой. Көрдің ба? Жалға платит еткен бәрін. Қазір осындай состояние тұр ғой енді. Бірақ шыққан кезіндегі түрін көрсеңіздер сіздер. Мына цвет прям камера бере алмай жатқан сияқты да. Бізға көрсетіп отқан жоқ біз негізі машинаны. Жиналсын ертең. Сол кезде көрсететін боламыз. Қазір барып бірге бағана келген запчастарды ашып ішінде не бар екен қарайық. Маған айтпай-ақ уже біліп тұрмын не екенін көріп алмай. Мына салондікі міне, есіктерін ашатын. Бұның бәрін бойымызға несіміз ғой, сыртын перешивать етеміз ғой. Главный, әрбір детальдің болғаны абзалда. Өйткені каждый деталь болмаса, оны қолдан жасап шығару, немесе басқадан переделать ету, ол уже құнын түсіреді машинаны ше. Сол үшін бәрі в оригинале болу керек. Оригинал не ғой? Спидометр. Что айтылады? Нема? Тегі арты и бампер емес, еще не бар, панельдің іші. Сол арты. Құрметті достар, көптен күткен сәт біз көлікті ашып сіздерге көрсетейін деп жатырмыз. Мына жайлап. Әдемі, краскасы әдемі. Ал қазірге тек осымен ғана шектелеміз, өйткені көлікті әзірге көрсетпейміз. Өшін бүгін заттардың бәрін алып келдік.
кеш батып жатыр. Енді Құдай қаласа келесі күні келіп, қалған заттардың барлығын ашып, уже мына заттардың барлығы орындарында тұрған кезде көрсетіп боламыз. Met this pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Мына қазір, дәл қазіргі сәтте біздің фортты көруге барып жатырмыз. Қазір уже бой алып қойып, жиналып қойып, келіп көрсең болады деді. Машинамызды далаға шығарып қойдық, анда кішкене күннің астында қалай болғанын көрсін депші. Сіздер де көруге дайын болсаңыздар. Айтып жоқ қой, искра бар ма, соны бәрін көреді. Ага. А так спокойно заводилось, да? Видишь, крутит.